Сәлем достар, бүгін біз сіздермен электр өрісінің энергиясы тақырыбына есептер шығаратын боламыз. Бұл бізде оқулықтың 35-ші жаттығуының бірінші және екінші есеп екен. Есептің берілгенін оқиық, былай дейді. Электр сыйымдылығы 20 микрофарад конденсаторға 5 микрокулон заряд берілген дейді. Зарядталған конденсатордың энергиясын анықтаңыздар дейді. Яғни қарапайым есеп, бірінші есеп. Берілгені сыйымдылығы, электр сыйымдылығы 20 микрофарад. Және заряды 5 микрокулон дейді. Бізге энергиясын табу керек. Енді бұл сыйымдылығы мен заряд мөлшері берілген жағдайда біз оны табу үшін Q квадрат бөлінген 2S деген формуланы пайдалансақ болады. Мәндерін орнына қойып есептейтін болсақ, Q'мыз бізде 5 микрокулонымыз 10-ның -6 дәрежесі кулон квадрат бөлеміз 2 көбейтілген, яғни S'мыз 20 көбейтілген микрофарад дегеніміз 10-ның -6 дәрежесі фарад. Есептейтін болсақ, мәні бізде 0,1625 микроджол болып табылады екен. Яғни, келесі екінші есебіміз ол былай дейді. Кернеуі тұрақты 1000 вольт тоқ көзіне жалғанған конденсатордың электр сыйымдылығы 5 пикофарад дейді. Конденсатордың астарларының ара қашықтығын n тең 3 есеге азайтты дейді. Конденсатор астарларындағы зарядтардың өзгерісін және электр өріс энергиясының өзгерісін анықтаңыз депті. Яғни бұл екінші есеп. Берілгені бойынша кернеу берілген 1000 вольт дейді. Осы кернеуге зарядтап алғанда сыйымдылығы 5 пикофарад конденсаторды. Сосын оның ара қашықтығын, яғни 3 есеге не істеді дейді? Азайтты дейді. Демек, D1-іміз 3 еселенген D2 болып өзгерді деген сөз. 3-ке азайтты деген сөз. Бізге осы жағдайдағы табу керек зарядтың өзгерісін, энергияның өзгерісін табу керек. Ал енді есептейік. Бірінші бастапқы жағдай кезінде конденсатордың сыйымдылығы, оның формасы бойынша эпсилон 0, S өзгермейді. Екі жақта да тұрақты шаманы ала берейік, D1 болсын. Ал екінші жағдайда S2-міз ол эпсилон 0, S не болады? D2 болады. Енді осы жерде бізге былай деп беріп тұр, D1 дегеніміз 3 еселенген D2 деп тұр. Соны орнына қояйық. Яғни эпсилон 0 еске тиіспейік. D1-дің орнында шартында берілген 3 еселенген D2-ні қояйық. 3 еселенген D2-ні. Енді қарайықшы балалар, мына жерде мына шама ол бізде неге тең болып тұр? S2-ге тең болып тұр. Яғни қоршалған жердегі шама S2-ге тең болып тұр. Сонда S1-іміз неге тең деген қорытындыға келуге болады? Ол S2 бөлінген неге? 3-ке деген қорытындыға келуге болады. Сонымен біз S2-нің өзін табылатын болсақ, S2-міз ол 3 еселенген S1. Ал ол бізде 5 пикофарад орнына қойып есептейтін болсақ, демек S2-міз бізде 15 пикофарад шықты деген сөз. Ал енді біз S2-ні S1 бізге белгілі болды. Кернеу белгілі. Егер бізге дельта Q'ді табу үшін, бізге керек дельта S мен U-дің несі? Көбейтінсі. Ал дельтасын табаламыз біз мына жерден? Әрине табаламыз. S2-ден S1-ді не істейміз? Азайтамыз. Сонда мынау S2 азайту S1 көбейтеміз U-ға деген сөз. Енді мәнін есептейік. Дельта Q'мыз сонымен S2-міз 15 пикофарад. Азайтамыз. S1-іміз 5 пикофарад. Көбейтеміз. U-мыз бізде 10-ның
3 дәрежесі вольт 1000 дегеніміз, е. Есептейтін болсақ, ары қарай 15-тен 5 алатын болсақ, 10 пикофарад шығады. Ал пико дегеніміз 10-ның минус 12 дәрежесі фарадқа тең болады. Көбейтеміз 10-ның 3 дәрежесі вольт. Нәтижесінде бізде шығады екен тең болады 10-ның минус 8 дәрежесі кулон. Енді бізге энергияның өзгерісін тап дейді. Кернеу тұрақты болса, бізде негізі энергияның өзі, нажгразып кетейін, энергияның өзі С-У квадрат бөлінген 2, е. Енді кернеу тұрақты жағдайда өзгеріс тек қана ненің өзгерісіне тәуелді болады? С-ның өзгерісіне. Сонда дельта У-мыз дельта С көбейтілген У квадрат бөлінген не болады? 2 болады. Мәндерін орнына қойып есептейік. Яғни энергияның өзгерісі дельта С-мызды жаңа есептеп қойдық. Ол мына айырымға тең, яғни 10 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесі фарад, немесе 10 пикофарад көбейтеміз. У-мыз бізде 10-ның 3 дәрежесі болатын, 10-ның квадраты болғанда 10-ның неше дәрежесі болады? 6 дәрежесі болады. Яғни вольттың квадраты бөлеміз 2-ге тең болады. Есептесек 10-ды 2-ге бөлсек 5, мына жақта 10-ның минус 6 дәрежесі, нәтижесінде 5 микро джоуль шығады екен. Яғни минус 12, 6, минус 6 дәрежесі шығады. Минус 6 дегеніміз бізде микроны береді. Яғни демек есептегеніміз бойынша, яғни зарядының өзгерісі 10-ның минус 8 дәрежесі кулонға тең, ал энергиясының өзгерісі 5 микроджоулға тең болады екен. Балалар, бүгін біз сіздермен электр өрісінің энергиясы тақырыбына есептер шығардық. Яғни бұл бізде оқулықтың 35-ші жаттығудың 1-ші және 2-ші есептері болатын. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Қандай да бір жер түсініксіз болса, видеоның астына пікір қалдырыңыз, сіздерге жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.